Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Біздің репортажымыз әлі жалғасуда. Мен Жас сұңқар өзін-өзі басқару ұйымының жас репортері Тұрсынова Наргиза боламын. Бүгін 14 наурыз, яғни Амал мерекесі. Бүгін көрісу күні. Мемлекет басшысының жарлығымен Наурыз мерекесінің мәртебесі көтерілді, 10 күн бойы тойланатын болады. Яғни 10 күн бойы 10 түрлі іс-шара жүргізілетін болады. Сәлеметсіздер ме балалар? Отыра қойыңыздар. Бүгін 14 наурыз көрісу күні. Көрісу күні құтты болсын балалар. Шықтық деп кісілер бір-бірімен көріседі. Көрісу күні өкпе-ренішілер, ағайын туыстар келіп бір-бірін кешіріп, құшақтасып, бір-бірін қонаққа шақырып, сондай бір керемет жақсы дәстүрдің бірі деп санаймыз. Осы көрісу күні қарап отырсаңдар, үйде де ата-аналарын, көршілерді шақырып, ағайын туысты шақырып, шекелерді бір-бірін қонаққа күтіп жатады. Міне осындай бір керемет жақсы дәстүрдің бірі. Осы көрісу күніне бір-екі оқушы тілек айтып жіберсе. Барша қазақстандықтарды көрісу күнімен құттықтаймын. Ықылым заманнан бері ата-бабаларымыз осы күнді жыл келді деп асыға қуанышпен қарсы алған. Бүгінгі келіп жеткен көрісу мейрамымен баршаларыңызды құттықтаймын және баршаларыңызға сәттілік және де оң бастамаларыңызға үлкен жетістіктер тілеймін. Сіздерді көрісу күніңізбен шын жүректен құттықтаймын. Көрісу күнінде бір-біріңіздің өкпе-реніштеріңізді ұмытып, жақсы қарым-қатынаста болғандарыңызды тілеймін.